Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап қажетті жерлерге жету үшін видеоның астындағы бір лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз Каабатулланың қабырғаларына тисін. Бізге қосылыңыздар. Біз сізге ең жақсысын жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше бастадық. Елімізде мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қолдау шаралары жалғасып жатыр. Қазан айының 2-ші жексенбісі елімізде мүгедектігі бар адамдар күні болып белгіленген. Республикада ерекше қажеттіліктері бар 119 мың адамнан астам тұрады. Мүгедектігі бар адамдардың әлеуметтік қолдауы мен өмір сүру сапасын арттыру мемлекеттік саясаттың басты бағыттарының бірі және Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің басты міндеттерінің бірі болып табылады, деп хабарлайды Бақ.кз. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәлімдеуінше, Қазақстанда тұратын мүгедектігі бар 719,3 мың адамның 422,5 мыңы еңбекке қабілетті жастағы, 189,9 мыңы зейнеткерлік жастағы азаматтар болса, 106,9 мыңы 18 жасқа дейінгі балалар болып табылады. Мемлекет ерекше қажеттіліктері бар адамдардың өмір сүру сапасын арттыру және олардың қоғамға әлеуметтік ықыласпауы үшін жүйе шаралар қабылдауда. Мүгедектігі бар адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету үшін Қазақстанда мемлекеттік көмек және жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдер түріндегі қолдау, әлеуметтік оңалту шеңберінде ағзаның жоғалған функцияларын өтеу, арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуде қамтитын көп деңгейлі әлеуметтік қорғау жүйесі жұмыс істейді. Мүгедектігі бар адамдардың көрсетілімдері мен қарсы көрсетілімдерін ескере отырып, мемлекеттік бюджеттен қаражаты есебінен протездік, ортопедиялық көмек, сурды тифлотехникалық құралдар, кресло арбалар, санаторлық, курорттық емдеу, міндетті гигиеналық құралдар, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманның қызметтерімен қамтамасыз етіледі. Қазақстанның барлық өңірінде мүгедектігі бар адамдар үшін қолжетімді және кедергісіз орта құру бойынша жұмыстар жоспарлы түрде жүргізілуде, деп атап өтті Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова.